Қазір ел ішінде бір сөз жиі айтылады. Үйі бар, малы бар адам нағыз бай адам деп. Бұл сөзді естіген сайын жүрегімнің бір түкпірі шым ете қалады. Себебі сырт көзге қарасаң, біз де сол байлардың қатарындамыз. Шүкір, солтүстік Қазақстанның кең даласында, ауылдың тыныш тіршілігінде өмір сүріп жатырмыз. Үйіміз бар, қорамыз малға толы. Таңымыз сиыр сауумен, кешіміз қазан қайнатумен өтеді. Ауылдың күйбең тірлігі маған жат емес, керісінше өмірімнің бір бөлшегіне айналып кеткен. Осы шаңырақтың табалдырығын аттағаныма биыл 9 жыл. 9 жыл аз уақыт емес. Осы уақыттың ішінде қуаныш та болды, көз жасы да болды. Қазір 3 бала тәрбиелеп отырған анамын. Балалардың күлкісі үйдің сәні, тірліктің мәні сияқты. Кейде соларға қарап отырып, бар ауыртпалықты ұмытып кететін кездерім де бар. Жолдасым менен 12 жас үлкен. Қазір менің жасым 40-та. Кезінде жастықтың қызуымен, тағдырдың жазуымен осы әулетке келін болып түстім. Үйдің үлкені болу, жауапкершілігі ауыр, жүгім ол міндет. Бірақ ешқашан мойымадым. Таңмен таласа тұрып, үйдің тірлігін түгендеп, малдың бабын жасап, шағаның қамын ойлап, бір күннің қалай өткенін де аңғармай қалатымын. Бұл мен үшін үйреншікті, қалыпты өмір еді. Алайда соңғы 2 жыл. Осы 2 жыл бәрін өзгертті. Жолдасым біртіндеп басқа адамға айнала бастады. Алғашында мән бермедім. Шаршаған шығар, уайымы бар шығар деп өзімді жұбаттым. Бірақ уақыт өткен сайын оның маған деген суығы айқын сезіле түсті. 2 жыл бойы қасыма да жоламайды. Бұрынғыдай бір ауыз жылы сөз жоқ. Еркелетіп сезімге бөлу түгілі менің бар жоғымды сезбейтіндей. Тіпті түнде де қасыма қонбайды. Бір шаңырақтың астында отырып, бір-біріне бөтен адамдардай өмір сүру. Міне ең ауыры осы. Сырт көзге бәрі дұрыс сияқты. Үй бар, мал бар, бала бар. Ал ішкі әлемінде үнсіз айқай, жауапсыз сұрақ, түсініксіз мұң жиналып қалғанын ешкім білмейді. 2 жыл бұрынғы бір кеш әлі күнге дейін көз алдымнан кетпейді. Сол күн тағдырымды қақ бөліп жібергендей болды. Кешкісін жолдасым жұмыстан ішіп келді. Үй ішін бір суық үн, бір түсініксіз ауыр ауа басып кетті. Не болғанын, не айтқанымды да анық білмеймін. Бір сәтте ашуы бұрқ етіп, мені көгала қойдай етіп ұрды. Ол кезде оның көзінде таныс адамды емес, мүлде бөгде, ашуға булыққан біреуді көргендей болдым. Ең сорақысы, ол балаларымнан да, ата-енемнен де қысылмады. Үстел басында отырған 3 баламның қорыққан көздері. Ата-енемнің үнсіз қалған түрі. Сол сәтте бәріміз есеңгіреп қалдық. Ешкім не айтарын, не істерін білмеді. Үйдің ішін өлі тыныштық басты. Болған жайтты ақылмен түсіндірер сөз де табылмады. Сол күннен кейін бәрі біртіндеп ашыла бастады. Қысқасын айтқанда, жолдасымның жас кезінде жүрген қызы бар екен. Ол әйел жолдасынан ажырасып, біздің ауылға өзінің ата-анасының үйіне қайта көшіп келген. Ауыл кішкентай ғой, бір көрісу, бір амандасу, бір әңгіме. Солайша екеуі қайта сөйлесіп кеткен. Бұрынғыны еске алып, өткен күндерді қозғап, ескі жараның аузы ашылғандай болды. Ұмытылды деген сезім ояныпты. Ал сол сезімнің жолында тұрған мен екенмін. Мен 9 жыл отын өшірмей отырған әйел. Мен 3 баланың анасы. Мен осы үйдің тірлігін дөңгелетіп отырған адам. Оның көзінде кедергіге айналыппын. Сол ішіндегі ашу, ыза, күйініш, өзімен өзі күресе алмаған әлсіздігі маған бағытталған екен. Мені ұрғаны, өз шындығынан қашқаны, өз қателігін мойындағысы келмеген екен. Мен болсам кетіп қалу дегенді білем ғой, бірақ 3 баламен қайда барам? Ата-анам тұрмыс жағдайы нашар. Өздері әрең отыр. Бір күні қалада тұратын қайным келіп, үйдегілер қалаға қайын сіңілімнің үйіне қонаққа кеткен еді. Жолдасым мал тапсыруға кетіп, үйде тек екеуміз қалдық. Іш тарқатып әңгімелестік. Ішімдегінің бәрін жылап айттым. Қайным 27 жаста. Отбасын құрмаған уыздай жас. Бірақ түсінігі мол пысық жігіт. Жолдасымнан аумайды. Тек мінезі өте жұмсақ. Мен келін болып түскенде 18 жаста еді. Ылғи маған жақын болды. Осы жолы да қасымнан табылды.
Сол күні кеште бір ұмытылмас әрі ұят жағдай орын алды. Мен 2 жыл жолдасымнан көрмеген жылуды қайнымнен алып, ыстық құшағына қалай жығылғанымды байқамай қалдым. Ол да кетер емес еді. Сол түн тек екеумізге арналғандай бір-бірімізді жеп қоюға жаздадық. Айғыры асау тулатып келіп шапқанда мен өзімді әлемнің ең бақытты әйелі сезіндім. Бөлек әлемде жүргендей. Тоймадым, қайта-қайта сұрап уыздай жас қайнымды есін шығардым. Келесі күні үйдегілер келді. Дым болмағандай жүрдік. Қате екі жақтан орын алады. Жолдасымның маған жасаған опасыздығы мені осындай қадамға бастау алғызды. Біреу сынғалар, біреу мені қарғап жазғырар. Әркім өз өміріне жауап береді. Мен өзімді ақтамаймын. Жай ғана бұл бір күндік кітап парағындай жаба салдым.